Кешкі асты қазанда емес, бұл жолы осылай кесеге салып жасап көріңіздер. Өте дәмді, ең бастысы кесеге ештеңе болмайды, сынбай жарылмай күшті болып пісіп шығады. Тартылған етке пияз, дәмдеуіштер, манная жармасын салып араластырамыз. Дәміне қарай тұз және де су, сұйық май мен жұмыртқаны салып тағы да араластырамыз. Кеселердің ішін кез келген маймен майлап шығамыз. Одан кейін фаршты кеселерге теңдей етіп бөліп алып, ішіне жаймалап аламыз. Жұмыртқаға тұз салып, сүт құйып араластырып аламыз. Қалауыңызша көк пиязды қоссаңыз да болады. Көк пияздың үстінен жаңағы дайындаған омлетімізді қойып шығамыз. Бетіне ірімшік сеуіп, оның үстіне помидорды қойып шығамыз. Бұл тағамды салқын пешке салып, 180 градуста 50 минут шамасында пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай кесемізге еш нәрсе болмайды, тіпті жан-жағына жабыспай пісіп шығады. Бұл котлеттер сондай сочный болып тұрып піседі. Бізге өте қатты ұнады, жасап көріңіздер.